Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Келесі дәрісімізді бастайық. Келесі дәрісіміздің тақырыбы өсімдіктердің қоректенуі тыңайтқыштарды қолдануға байланысты топырақ қасиеттерінің өзгеруі. Осы тақырыпты дәрістік тақырып бойынша келесі жоспарлар көрсетілген. Топырақ құнарлығы топырақтың минералдық бөлігі. Жалпы топырақ құнарлығы да топырақтың минералдық бөлігі де, топырақ құнарлығы өсімдіктің топырақтың агротехникалық шаралары, минералды тыңайтқыштар, органикалық тыңайтқыштар айтып өтіліп жатқан жағдайлардың барлығы жасалғанда топырақ құнарлығы арта түседі. Келесі топырақ құнарлығы бастапқы тау-аналық жынысынан өзге топырақтардың айрықша қасиеті. Топырақ құнарлығы оның генетикалық ерекшеліктерімен байланысты болады. Топырақтың жалпы аналық тау жынысынан бектерінен кедір бұдырлы, құрлы сайлы болып келетін кәдімгі топырақтардың түрлері болады. Топырақтың түрлері өте көп болғандықтан топырақ құнарлығы да соған сай жүреді. Топырақтың түсіне, бағытына, құмды емес, балшықты емес топырақтары топырақтың жалпы эрозияға, дағдарысқа ұшырамау жолдарын қалыптастыру керекпіз. Келесінде агротехникалық тұрғыда топырақ құнарлығына тиісінше климаттық жағдайлар, өсімдік шаруашылық өнім өндіруі қабілетімен себептелгені, жыртылған жердің ауыл шаруашылықта пайдалану сипатымен байланысады және ауыл шаруашылық дақылдарында түсімділігімен өлшенеді. Жыртылған жердің өңделген өнімділігі де, арамшөптер төмен болады және топырақта қарашіріктердің алмасу процесі болады. Аударылған топырақ құнарлығы суарған жағдайда да су жақсы өтетіндігі белгілі. Бұл жерде көрсетілген топырақтың аударылған күйіндегі түрлері. Топырақ құнарлығы екіге бөлінеді: табиғи және жасанды. Табиғи дегеніміз ол жаңа органикалық тыңайтқыштар, ал жасанды дегеніміз ол минералды тыңайтқыштар. Табиғи топырақтың құнарлығына топырақ түзілу процесі нәтижесінде пайда болған топырақтың табиғи күйінде құнарланады. Ол қарашірік қабатында қалдықтардан, қарашірік құрамында қоректік элементтер жетіспеген болуынан, топырақ түйіршіктік минералдық және химиялық құрамында микробиологиялық процестердің қарқындылығына тәуелді болады. Топырақ құнарлығының жалпы түрлері осы бағыттар бойынша жүргізіледі. Жасанды топырақ құнарлығы сол табиғи құнарлықты арттыру мақсатында қолданылатын жасалған көптеген әрекеттердің нәтижесі. Өңдеу, тыңайтқышты қолдану, дақылдарын егіп өсіру, мелиорация тағы басқа алатын және егілетін ауыл шаруашылық дақылдарының түсім мөлшеріне қарай бағаланады. Топырақтың қорғап және оны дұрыс пайдалана білсе, оның құнарлығы артады. Топырақты дұрыс пайдаланып, жақсы өнім салып, экспорттарға жақсы өнім жеткізу біздің саланың жалпы топырақты деградацияға ұшыратпау қажетпіз. Келесіде топырақтың минералдық бөлігі. Топырақ негізгі бір-бірімен өзара тығыз байланыста үш бөліктен, фазадан тұрады: газ немесе топырақ ауасы, сұйық немесе топырақ ерітіндісі және қатты бөлігі. Топырақтың осы үш бөлігі оның гранометриялық химиялық құрамдары мен агрохимиялық қасиеттеріне жан-жақты әсер етеді. Топырақтың бөліктердің гранометриялық жан-жақты әсер етуі ол жаңа айтылып жатқан тікелей агротехникалық шаралар. Ол агротехникалық шараларға минералды тыңайтқыштар, органикалық тыңайтқыштардың жалпы түрлері кіреді. Топырақ ерітіндісінде кальций, калий, магний, ион болу, фосфор, азот иондарының болуы өсімдіктің қоректену маңызды рөлі атқарады. Бұл иондар тұздарының жиналуы топырақ құрамындағы минералды үлгінің органикалық заттардың ыдырауына қолдануға тыңайтқыштардың түріне байланысты көпшілік жағдайларда топырақтың тұздарының концентрациясы 0,5% шамасында болады. Бұл орташа, жаман да емес, жақсы да емес, жақсы. Тұздардың да концентрациясы жүргені дұрыс. Топырақ құнарлығына өсімдікке жалпы сілтілігі де орташа болғаны дұрыс. Жалпы орташа түрде көрсетіліп тұр. Топырақ ерітіндісінің топырақтың жалпы массасы 20%-ды құрайтын, оның ең жылжымалы, өзгермелі және белсенді бөлігі. Топырақ ерітіндісінің құрамында минералды органикалық заттардың еріген газдардың оттек, аммиак, көмірқышқыл газы енеді. Топырақтың ерітіндісінің құрамы мен концентрация тұрақты емес.
ол түрлі биологиялық, химиялық, физика, химиялық құбылыстардың әсеріне өзгеріп тұрады. Жалпы ерітіндінің құрамында концентрациясы дұрыс болмаған жағдайда физика, химиялық жағдайларға үлескен дұрыс. Сонда өсімдіктің топырақтың құнарлығы сол кезде артатыны да дәлелденіп отыр. Келесі ашық қара қоңыр топырақта тоқталатын болсақ, қара шірінді мөлшері оның жалпы қоры, құндылығы және қоректік заттары шамасы жағынан қара қоңыр топырақ жақсы. Мұнда қара шірінді мөлшері 3%-ті құраса аспайды. Ашық қара қоңыр топырақ калий элементтеріне бай, ал фосфорның жалпы қоры көп болғанымен өсімдік сіңімдігі түрі аз болады. Жалпы қара қоңыр топыраққа тоқталатын болсақ, қара шіріндісі орташа дамыған, жақсы, минералды тыңайтқыштары да өзіне жеткілікті. Жалпы азот фосфоры төменде болғанмен калий өте жоғары болады. Жалпы топырақтың құнарлығы жайлы, топырақтың деградация ұшырамауы жайлы жалпы өздеріңізге жалпылама мағлұмат ретінде сабақтарды өтіп отырмыз. Қазіргі таңда жаңағы органикалық, минералды тыңайтқыштарды қолданып, деградацияға ұшырамай, топырақтың құнарлығын сақтап, жақсы өнім алудың мақсат ретінде қолып, оған сай жұмыстар жасалуы керектігін дәлелдеп отырмыз. Құрметті білім алушылар, назар аударғандарыңызға рахмет.